Қайырлы күн оқушылар, ардақты ұстаздар, сіздермен бірге Қазақ үні радиосы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, отбасы аптасында мектебіміздің белсенді отбасына жылы сөзімізді арнағымыз келеді. Отбасы махаббат, қолдау және шабыт көзі. Отбасында бала мейірімділікті, жауапкершілікті және сыйластықты үйренеді. Осы ерекше күні біз мектеп ұжымы атынан мектеп өмірінде ұйымдастырылатын барлық шараларға белсене қатысқандығы үшін, басты назарын бала тәрбиесіне аударатындығы үшін Сейсеновтер отбасына шын жүректен алғыс айтамыз. Олар әрдайым ұстазға көмек қолын созуға, мектеп пен сынып іс-шараларын ұйымдастыруда, баланың кез келген бастамасына қолдау білдіруге әзір тұрады. Мұның бәрі ол отбасыда отбасы құндылығының сақталғандығының айғағы. Ендеше Сейсеновтер отбасына денсаулық, жұмыстарыңызға сәттілік, көз қуаныштарыңыз, балаларыңыздың бар бақытын бірге көріңіздер дегіміз келеді. Сіздерге жылы лебізін, шынайы тілегін жолдаған Жаңақала жалпы орта білім беретін мектебі жанынан ашылған Қазақ үні радиосы. Құрметті тыңдарман, мектебіміздің үздік оқушылары Нұрғиса, Диас және Руфина ата-аналарымен бірге тамаша әнді тарту етеді. Құлақтарыңыз әнде болсын, ақ тілек әнімен Сейсеновтер отбасы. Қандырғаным, балапаным, балдырғаным, маңдайыңнан сүйейін келші. Күнім әкем, айым нанам, алдымызда жүріп аман, ұрпағының қызығын көрші. Алтындай менің ол қызым, өсірдік баптап бақтай біз, әлемде мынау сендердей қымбат, сендердей тәтті таппаймыз. Біздерге айтқан ақылды қашанда есте сақтаймыз. Мынау ықыласым, анашым әкем, үміттеріңді ақтаймыз. Орындалсын мақсаттарың, шықсын ылғи жақсаттарың, Алла қолдап жүрсін бәріңді. Біздер үшін аянбаған ардақты әкем аяуланып, орындаймыз армандарыңды. Алтындай менің ол қызым, өсірдік баптап бақтай біз, әлемде мынау сендердей қымбат, сендердей тәтті таппаймыз. Біздерге айтқан ақылды қашанда есте сақтаймыз. Мынау ықыласым, анашым әкем, үміттеріңді ақтаймыз. Жанұямның мерекесі, жылыямның берекесі, құттықтайық әжелеріңді. Аман жүрсін асыл әжем, бай қызықты ғасыр әжем, жасын бізге бірге көруді. Алтындай